Сәлем баршаңызға. Біз бүгін салангани өнімін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет, бір пияз керек болады. Пиязды тартылған етіміздің үстіне майдалап турап саламыз. Және оған қалауыңызша тұз, бұрыш, паприка қоссаңыз болады. Бәрін араластырып, бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Бұдан кейін салангани өнімімізді ашып, лапшамызды созыңқырап дайындаймыз. Себебі біз оның ішіне қазір осылай дайындалған тартылған етімізді салып шығамыз. Содан соң подлив дайындап аламыз. Ол үшін бізге бір дана жуа, бір дана тәтті бұрыш, помидор, сәбіз керек болады. Бәрін майдалап турап дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға барлығын салып, қызартып қуырып аламыз. Үстіне томат пастасын қоссаңыз болады. Қалауыңызша сәбізді қосамыз. Бәрін араластырып қызарғаннан кейін дайын болған саланганимізді үстіне саламыз. Одан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша картошка, тыква бетіне қойсаңыз болады. Және де қайнаған су құясыз, сәл батырмай құясыз. Менде дайын тұрған сорпа болды, соны құйдым. Дәмдеуіштер салып, тұз, бұрышын салып, бетін жауып, жай отта 30 минутқа пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетіне сиыр сеуіп, аскөкпен ұсынсаңыз болады.